Барлықтарыңызға сәлем. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім. Мен бүгін танысу видеосы болады. Бұл танысу видеосын мен аудиториям өзім жиналғасын, адамдар көп болғасын, сіз атыңыз кім, немесе сіз кім болып жұмыс істейсіз, көп деген сұрақтар, бір сұрақтар қайталана береді. Сондықтан мен өзімді таныстыратын видеом мен каналымда жоқ. Сондықтан бүгін сондай видео түсіргім келіп тұр. Мен 50 сұрақ мына блогерлерге арналған соткадан бірден оқып отырам. Орысша бұл сайт ВК деген сайтты білесіздер ғой. Сол ВК-дан мен туралы көп информация деген сұрақтар, 50 сұрақ. Сол 50 сұрақтың ішінен барлығын мен сіздермен танысу үшін осы сұрақтарға жауап беремін. Егер сол қызық болса, мен бірге қалыңыздар. Бірінші сұрақ. Сізде қазір үстіңізге не киіліп тұр дейді. Мен үстіме кофта. Бұны мен ешқандай брендовый магазин емес, жай магазиннен сатып алған. Бұда кофтада тұрған ештеңе жоқ. Жай кофта. Сіз бұрын ғашық болғансыз ба дейді. Бұрын мен қазір күйеуге тиген әйелмін. Сондықтан бұрын күйеуіме дейін ешкімге ғашық болып көрген емеспін. Өйткені мен күйеуіммен 17 жасымда таныстым. Біз 3 жыл жігіт пен қыз болып жүрдік. Сол 20 жасымызда үйлендік. Сондықтан ғашықпын тек өзімнің күйеуіме. Үшінші сұрақ. Сізде біреумен айырылысу болды ма дейді. Когда-нибудь ужасное расставание дейді. Орысшасын айтайын. Сіздерге бірден орысшадан қазақшаға аударып отырмын. Жоқ, ондай болған жоқ. Мен ешкіммен айырылысып көрген емеспін, жылап көрген емеспін. Ер адамның алдында жылап көрген емеспін, Құдайға шүкір. Мен үшін жылағандар бар. Әрине бұл қалжың. Сондықтан келесі сұраққа өтейік. Сіздің бойыңыз дейді. Төртінші сұрақ. Бойым менде 1 метр 70 сантиметр. Негізі 1 метр 72 болған. Қазір бала туғасын әйел шамал шөгеді, сондықтан шамал бойым шөккені бар. Сіздің неңіз дейді, қанша килограмм дейді. Өзіңіздің салмағыңыз қанша килограмм дейді. Менің салмағым негізі қазір мен жүктімін. Сондықтан жүкті кезіндегі салмағымды айтпай қойын. Негізі мен салмағым 55 келеді. Сізде татуировка бар ма дейді. Жоқ, менде татуировка. Ондай нәрселермен айналыспаймын, қызықпаймын да. Және де пирсинг дейді. Пирсинг бар ма дейді. Пирсинг менде жоқ. Ол да жоқ. Және ең жақсы көретін сіздің жұлдызыңыз дейді. Қазақстан эстрадасында жақсы көретін жұлдыздарым көп, бірақ ең жақсы көретін жұлдызым ол Дженнифер Лопес. Сіздерге түсіндіріп өтейін. Өйткені мен айтылған нәрсе, мен ойымша барлық нәрсе түсіндірілу керек. Неге? Өйткені Дженнифер Лопес, мен білетін Дженнифер Лопес, мен кішкентай мектеп оқып жүрген кезде өз қаламда ол кезде жұлдызтығын, әп-әдемі күшті өлеңдер бар. Қазір мен 30-ға келіп қалдым, 29-дан. Әлі жұлдыз, дәл сол күйінше ешқандай қартаймайды, күшті өлеңдер шығарады. Сондықтан осындай бір жұлдыз болу керек деп ойлаймын. Және де ең жақсы көретін сериалыңыз. Мен жақсы көретін сериал қазір болып жатқан, енді күтіп жатырмын жалғасын. Ол «Игра престолов» деген кино. Орысшасы, негізі ол Голливуд түсіретін кино. «Игра престолов». Егер «Игра престолов»ты күтіп жатқандар болса, 2019 жылы осы соңғы жыл олар аяқтайды. Сондықтан түсіруді аяқтайды. Сондықтан «Игра престолов». Және де ең жақсы көретін группаңыз. Жақсы көретін группалар, қазақ эстрадасындағы жақсы көретін группалар Музарт тобы, және де жігіттер тобы жаңа өлеңдері жоқ. Қазір олар жоқ деп ойлаймын, білмеймін, оларды қатты көріп жүрген жоқпын. Өте жақсы топтар. Және де басқа да топтарды ұнайтамын. Негізі мен бір адамға қадалып қалмаймын, барлық жақсы өлеңдерді тыңдаған жақсы көремін. Және де дейді,
11-ші сұрақ, біреуді дейді қатты жақсы көресің ба, сағынасың ба дейді. Иә, мен сағынам, өзім ата-анамды сағынам, өйткені мен басқа қалада тұрам, олар басқа қалада тұрады. Сондықтан әр кезде оларды сағынып жүремін. Сіздің ең жақсы көретін өлеңіңіз дейді. Мен ең жақсы көретін өлеңім, негізі мен бір қайталап айтайын, бір өлеңге тоқталып қалмаймын. Бір өлең хит болса, соны жақсы көріп жүремін да. Басқа өлең шықса, соны да жақсы көріп кетемін. Ана өлеңді де жақсы көріп жүремін. Сонда әр жерде орысшасында, ағылшысында, қазақшасында тыңдаймын. Бірақ соңғы кезде қазақша өлеңдерді көп тыңдап жүрмін. Және де оған қосып өтетін Нұрғиса Тілендиевтің мен қазір күйлерін тыңдап жүрмін. Аққу күйі, одан кейін тағы да басқа күйлер ұмыттым қазір аттарын, бірақ сол күйлерді тыңдап жүрмін. Ол жас келеді сөйтіп. Сосын сіздің 13-ші сіздің жасыңыз қанша дейді. Сіздің жасыңыз қаншада? Мен осы 29-амын. Осы 2019 жылы, бірақ 30-ға толамын, Құдай қаласа. Сіздің зодиак менде Дева, бикешпін. Сіздің бір адамдарда өзіңіз жақсы қасиетті іздейтін адамдар қандай қасиет дейді. Мен негізі адамдарды танысқан кезде қатты сынап, мынау қандай адам екен, мен ондай емес, мен өзі өте ашық адаммын, мен сіздер біліп жүрген шығарсыздар. Ашық адаммын, адамдармен сөйлескенді жақсы көремін, адамдармен танысқанды жақсы көремін. Және де сөйлескен кезде мен бұрыннан бері сөйлесіп жүрген адам сияқты сөйлесіп кетемін. Ондай қасиетім бар, бірақ ең іздейтін қасиетім қарапайымдылық, адамгершілік, екіжүзділікті жеп көремін. Және де сіздің жақсы көретін сөзіңіз дейді. Мен ең жақсы көретін сөзім тек қана алға. Жақсы көретін актеріңіз. Актер негізі мен орысша киноларды ұнатпаймын өзім. Сериалдарында, киноларында көрмеймін. Негізі қазақша киноларды көрген ұнатып жүрмін. Соңғы кезде ең жақсы көретін актрисам, егер жақсы көретін актриса дейтін Қазақстандағы, ол Әсел Садвақасова. Қазір жақсы киноларда түсіп жүр, жақсы ойнай алады, рөлдерді алып шыға алады. Және де Аққулар әні деген кино бар, Нұрғиса Тілендиев туралы. Сол жерде бір басты рөлде ойнайтын жігіт, сол жігіт актер, сол жігіттің ойнағаны ұнайды. Және де әрине Голливудтағы Брэд Питт, және де Джон Траволта, солар ұнайды. Голливудтағы көп актерларды ұнайды. Бірақ мен өзім Қазақстандағы актерларды да қазір қарап жүрмін. Сіздің жақсы көретін түсіңіз дейді. Мен жақсы көретін түс ашық түстер, көк түс, аспан көк, ақ, сұр, сондай түстерді ұнатамын. Және де сіздің қатты музыканы тыңдаған жақсы көресіз ба, или жай тыңдаған? Мен жай тыңдаған жақсы көремін. Қатты музыка ұнамайды. Сен өзіңе қатты көңіл күйің болмағанда дейді, не істейсің дейді. Мен көңіл күйім болмағанда көбінесе барын тастап, есікті жауып, сыртқа шығып кеткенді жақсы көремін. Өзім жүріп, ойланып, жалпы сол жерде мен не күйзелтіп тұр, соны ойланып, жүріп, өзім жүріп қайтқанды жақсы көремін. Сол кезде бәрі шешіледі ойым. Ондай кездер әрине менде, Құдайға шүкір, ондай кездер аз болады. Өмірімде 2 рет болған шығар солай. Бірақ сондай негізі адамдар сөйтіп өз-өзімен ойланғанда дұрыс деп ойлаймын. Қай жерде оқисыз, немесе жұмыс істейсіз дейді. Бұл сұраққа мен жауап берейін. Сіз қай жерде оқисыз? Мен оқымаймын еш жерде, мен оқып біткенмін. Мен Асфендияров атындағы медициналық университетті бітіргенмін. 5 жыл жалпы практикалық дәрігерді бітіргенмін. Одан кейін 2 жыл интернатура оқығанмын, педиатрия бойынша. Жаңағы 2 жыл неонатология бойынша резидентура оқыған. Сонымен барлығы 9 жыл болған. Сондай 9 жыл медицинада оқыған дәрігерімін. Оны білесіздер, көбісі біледі. Және де азанда қаншалықты тез жиналасыз дейді.
Мен өзімді өте тез жиналатын адамдардың қатарынан санаймын, өйткені мен тек қана өзімді жинамаймын, мен балаларымды жинаймын, 2 баламды. Одан кейін ол біреу сабаққа, біреу садикке, барлық әйелдердің жұмысы ғой сол. Азанда ботқа дайындау керек, күйеуіңді дайындау керек. Сонымен апыл-ғұпыл тез жиналамын. Мен өз-өзіме уақыт өте аз кетеді. Кей кезде жұмыста өзім боянып, солай косметикамды жұмысқа алып кетіп, солай жиналамын. Өте тез жиналамыз. Сол сіз төбелестіңіз ба дейді өміріңізде? Жоқ, ешкіммен төбелескен емеспін өмірімде. Сізді адамдарда не ұнатасыз дейді? Адамдардың қасиеттеріне не ұнатасыз? Мен адамдардың қасиеттерінен өте ашық адамдарды ұнатамын, шыншыл адамдарды ұнатамын, тәкаппарлықты ұнатпаймын, сондай ашық адамдарды ұнатамын. Және де не ұнамайды адамдарда дейді? 2жүзділік ұнамайды. Сен мысалы бір адамға өзіңнің жан дүниеңді ашып сөйлесесің, ал ол адам сізді сатып кетеді немесе басқа да нәрселер жасайды. Сондайды мен болған, кездестірген. Адам мысалы болды ма, бір мінезді болу керек. Сіз мысалы қаталсыз ба, қатал болып жүріңіз, барлығы білсін сондай екеніңізді. Жай жақсы адамсыз ба, жақсы адам болып жүріңіз. Өзіңіз бір бір нәрсені, бір жолды таңдаңыз, солаймен жүру керек. Былай әр жерде әр оймен жүретін адамдарды жеп көремін. Сол түсінікті деп ойлаймын. 26-шы сұрақ, сіздің YouTube-ға тіркелген себебіңіз дейді. Мен YouTube-ға тіркелген сіздің дәл сіздер сияқты блогерлерді қарау үшін, дәл сіздер сияқты өзіме жақсы ақпараттар, керек ақпараттарымды тез алу үшін, білу үшін тіркелгенмін. Одан кейін өзім блогер болып кеттім. Мен 2013 жылы тіркелгенмін. 17 жылы ноябрь айында ғана мен жалпы YouTube-ға видео сала бастадым. Сенің қорқатын нәрселерің. Жалпы адам мен ойымша үлкейген сайын, жалпы адам өзінің, қалай айтсам болады, өзінің жасы келген сайын адам көп нәрседен қорқады екен. Мен бұрында ондай ештеңеден қорқпайтын едім. Қазір қорқамын, әрине көп қорқатын нәрселерім бар. Ол балаларым аман-есен болса екен деп, денсаулықтар жақсы, ештеңе болып қалмаса. Сені соңғы жылатқан нәрсе дейді. Мен негізі көбінесе көп жылағанды ұнатпаймын. Жылап, ондай истерика жасайтын менде ондай қасиет жоқ, Құдайға шүкір. Бірақ осы жүктілігімін деп айттым ғой, жүктілікке байланысты, гормональдық осындай ауысуға байланысты арасында жылап алатын бар, себепсіз. Иә. Сіздің YouTube-тағы атыңыз дейді. Мен YouTube-тағы атым Гүлім Маратқызы, өзімнің атым Гүлім, мен әкемнің аты Маратқызы, сондықтан солай қойдым. Соңғы оқыған кітабыңыз дейді. Соңғы оқыған кітабым қазір мен сіздерге әкеп көрсетейін. Соңғы оқыған кітабым Сесилия Ахерн, осына «Люблю твои воспоминания» деген кино деппін ғой, кітап. Бұл кітапта жалпы автордың өте жақсы кітап, негізі оқысаңыздар болады, «Люблю твои воспоминания». Егер сіздерге көп жақсы кітаптарды айтыңызшы деген видео болса, мен түсіре аламын, өйткені мен өте көп кітап оқыған жақсы көремін. Мен сумкамда да жүреді бұл кітаптар. Уақытым босаған кезде кітап оқыған жақсы көремін. Бұл кітап роман, бұл 2 ғашық туралы, сол өте жақсы кітап. Оны аяқтадым. Енді келесі сұрағымыз. Қазір оқып жатқан кітабыңыз дейді. Оны да сіздерге көрсетейін. Қазір оқып жатқан кітабым 50 правил успеха деген. 50 егер жақсы өмірде, егер осы кітапқа обзор түсір, егер қалай жалпы өмірімді өзгерткім келеді жақсы жаққа, жалпы өмірді емес, қалай өзіңнің қалай армандарыңды орындауға, мақсаттарыңды орындауға сондай видео керек болса, мына кітап деген өте керемет кітап екен. Соны оқып жатырмын. Біткеннен кейін осыған егер видео түсір десеңіз, түсіруге болады қысқаша. Бұл өміріңізді өзгертетін кітап.
Ең жақсы көретін тамағыңыз дейді. Маған лагман ұнайды. Лагман ол Дұнған елінің тамағы, сондықтан сол тамақ ұнайды. Негізі лагманның түрі көп қой, негізі мен соның дүнгендерін жасаған тамақтар ұнайды. Сол мен барғым келетін ел деді. Мен барғым келетін ел көп. Барлық адамдарда осындай армандары бар шығар деп ойлаймын. Әрине барғым келетін елдер көп. Менің ең жақсы көретін елім ол Франция, Италия, сол Еуропа елдеріне барғым келеді. Сұрақ: ең жақсы көретін тәтті затыңыз дейді. Ол шоколад. Мен жақсы көретін тәтті затым. Және де келесі сұрақтар көбісін тастап кетемін, өйткені бұл мен ойынша жас кішкентай блогерлерге арналған сұрақтар. Не істеген жақсы көресің, қайткен жақсы көресің деген сұрақтар сияқты кейбір жерлерін тастап кетіп жатырмын. Сонымен осы сұрақтардың бәрін аяқтайық. Мен көп сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын сіздерге. Шамалы жақын таныстық деп ойлаймын. Жалпы мен сіздерді өзімнің YouTube құрбым ретінде сұрақтарға жауап беріп отырмын. Егер бір сөздерден қателік болса, жаңағы орысша сұрақтарға орысша сөздерді айтсам, кешірім өтінемін. Мен жалпы сіздермен сөйлескен кезде, камераны қосқан кезде, жалпы өзімнің құрбыларыммен сөйлескенде сондай болғым келеді. Әр нәрсені сіздерге мен бөліскен сайын, мысалы маскалармен бөлісем, арықтау жолдарымен, және де басқа да овуляцияны қалай санауға керек кезінде мен бірінші ретте сіздерді өзім құрбыма айтып отқан сияқты, құрбыммен сөйлесіп отқан сияқты сезінгім келеді. Және де сіздер де солай сезінсін деп ойлаймын. Өйткені алыста тұрсақ та, мысалы сіздер Қазақстанның қай жерінде тұрсаңыз, маған жазып жатады, Қырғызстаннан дағы көретіндер бар екен мені. Сондай алыс жерде тұрсаңыздар да, мына жақта менің өзімнің жақсы құрбым бар, Гүлім Маратқызы деген, немесе мен де сіздерді көп адамдар мені тыңдап отқасын сөйтіп ойлағым келеді. Мен туралы болды ғой енді. Жалпы мен өзім жасамаған нәрсені сіздерге айтпаймын жаса деп. Мысалы өзім жасап көрмеген нәрсені, егер мен маскаларды сіздерге айттым ғой, ағартатын маска, жасартатын маска, дақты кетіретін маска деп. Егер мен өзім басымнан оларды жасап көрмесем, бетіме сіздерге ұсынбас едім. Және де арықтау тәсілдері деді. Өзім жалпы екінші баладан кейін өзім формама қалай келдім, дәл солай, сол арықтау тәсілдері арқылы. Сондықтан мен сіздерге бөліскенде барлығын өзім басымнан өткізген нәрселерді сіздермен бөлісемін. Жалпы осылай мен каналыма қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға, көріп жатқандарыңызға үлкен рахмет, достарым. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Пока.